Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөз. Оқулықпен жұмысымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Ақлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам. Сүтті қайнатып, ерітіп, ақ ірімшік етіп алады да, ыстық қалпында оған май салып араластырады. Ақлақты қарттар мен сәбилерге береді. Балалар, бұл мәтінде қарамен берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөз табамыз. Содан кейін қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндіріп көреміз. Балалар, ақлақ дегеніміз ол қойдың сүтінен жасалатын дәмді тағам. Сүт өнімдерінен көптеген тағамдар дайындалады. Мына бейне жазбаға назарымызды аударамыз. Келесі жұмысымыз ақлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам деген сөйлемді, жол парағы кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай көркем етіп дәптерге жазамыз. Көркем жазуды жазып болсақ, оқулықтарымыздағы үшінші жаттығу өлеңді шатқа жаз. Құрт. Қатты құртты жейміз, дәмі қышқыл дейміз. Салма артық күшіңді, сындырасың тісіңді. Осы өлеңді жаттап, содан кейін дәптерге қатессіз жазамыз. Құрт сөзі құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. Бұл тағамның өзіндік ерекшелігі бар. Ақуызға өте бай және кальцийдің көзі. Арнайы зауытта дайындалған сүзбеде ақуыз мөлшері 16% болса, құрттағы ақуыз мөлшері 53%. Құрамында А, В, С дәрумендері, мыс, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, кальций, алюминий микроэлементтері жетерлік. Сол себепті құнарлы тоқ тағам болып есептеледі. Жасалу тәсілдеріне қарай құрттың сықпа құрт, ақ құрт, қара және майлы құрт деген түрлері бар. Қазақ ырымы бойынша кеппеген құртты жеуге алуға болмайды. Егер кеуіп үлгермеген құртты алып жесе, жауын жауады дейді. Химия, медицина ғылымдары пайда болмай тұрып, ішер асын талғай білген қазақ данышпан халық. Аузынан аға ажырамаған халқымыз қымыз ішіп, құртын жеп отырып, көптеген кеселдің алдын алған. Кепкен құртты мүжіген баланың тісі сау, сүйегі берік болады. 90-нан асқан кез келген қариядан ұзақ жасаудың сырын сұрасаңыз, міндетті түрде ағарған ішіп құрт жегенін айтады. Ғалымдар құрттың ұзақ өмір сүруге септігі барын дәлелдеген. Бұл тағам расымен адамға қажетті биологиялық қоспалар мен түрлі дәрумендердің біразын жолда қалдырады. 100 грамм сүзбенің қуаты 227 килокалория болса, құртта 370. 100 грамм құрттан ағзаға 60-ға жуық килокалория беріледі. Осыған қарап, құрттың пайдасын пайымдай беріңіз. Жарайсыңдар балалар, сендер құрт туралы
Өте қызықты деректермен таныс болдыңдар. Ал енді 4-ші жаттығу суреттегі көкөністердің аттарын тап. Содан кейін көкөністердің түрі мен дәмі жағынан салыстырып көресіңдер. Мысалы, пияз ащы, ал қызылша тәтті. Қияр бұдыр, ал қызанақ. Өзің жалғастырып көр әрі қарай. Балалар, сабағымыздың соңын кері байланыспен аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта не білдім, не үйрендім, не білгім келеді. Өз ойларыңызбен бөлісеміз. Сау болыңдар.